Армысыздар, қазақтарым. Маған мынандай бір сауал қойды. Айгүл апай, 70-40 жылына байланысты сұрағым бар. Осы жоралғылардың барлығы есеп бойынша өз уақытысында өту керек пе? Кейбір өнерлерде 70-сін бірінші келе жатқан бейсенбіде, 40-ын 15-20 күн өтсе, ал жылын 6 айдан аса өткізе береді екен. Осы жоралғыларда 7-40 бір жыл деген сандардың маңызы бар ма? Әсіресе жылы қашан, қанша уақыт өткен соң жалғасқаны дұрыс. Осыларға видео түсіріп, кеңінен түсіндіріп берсеңіз, көпшіліктің көзін ашар едіңіз. Тағыламаңыз тарала берсін. Алғыс. Сізге де алғыс айтам, Қанат Байсерке. Сіздің сауалыңызға жауап беріп отырмын. Әрине, бұл барлық қазақтарға қажет ақпарат. Егер бұл сауалды сіз молдаға қойсаңыз, молда сізге қалай жауап береді? Қайтқан адамға 40-сы жылы да ештеңкесі де керек жоқ деп. Дұрыс па? Қазіргі заманда мүлдем керек жоқ деп айтады. Ал енді біз қазақпыз ғой, біздің қазақ дәстүріміз бар. Сол туралы сіздерге айтып берейін. Енді молдаларды біздің қазақ дәстүріне үйретпейді ғой. Осылай істейді, қазақтар осылай істейді деп. Оны қайдан білсін олар? Сондықтан мына біздің өзімнің мысалы атам Қоқай. Енді біз кішкентай кезімізден атамыздың тарихын үйде айта беретін, оны біз құлағымызға іле беретінбіз, оны біз тыңдап өстік. Сол сияқты әр жанұяда өзінің ата-бабаларын қадірлеп, тыңдап, тарихын естіп өсті. Сонда мен қазір сол тарихты айтсам, сіздер одан Машһүр Жүсіптің айтқан сөздерін көресіздер. Бірақ енді мен Машһүр Жүсіпті кейін таныдым, о кісінің туындыларын біз оны тәуелсіздік алған кезде ғана тани бастадық. Сондықтан ол енді мен атамның айтқаны. Сонда менің Қоқай атам тірі кезінде айтқан екен, осы кезде мен қайтыс болам, осы кезде мені жерлейсіңдер, 40-сын өткізесіңдер, 40-сын өткізгеннен кейін бірден жылын бересіңдер деп айтыпты. Сосын барып малдың бәрін таратасыңдар деп. Сөйтіп өсиет қалдырып кетіпті. Енді осы тура сол сөзді кейін мен Машһүр Жүсіп Көпеевтің айтқанын естідім. Енді біліп жатырмыз. Машһүр Жүсіп Көпейұлының айтқанын естіп жатырмыз. Естігенде енді сіздер қазірде оны оқи аласыздар. Біз оны кейін оқыдық қой. Сонда ойлайсың да, енді ойлаймын, енді бұл кездейсоқтық емес. Мүмкін сол кезде, сол заманда қазақтар тура келіскен бе екен, ол енді бір тарап кеткен дәстүр ме екен, әлде өздері бір ақылдасып шешкен бе екен, қайтқан адамның 40-сын беріп, сосын жылын бере салу керек деп шешкен көрінеді. Өйткені кеңес заманы келе жатты, малдың бәрі бір тартып алады деді. Сонда анау жылын қысқартқан ғой. Жылын қысқартып, 40-нан кейін бірден бере салыңдар, малды таратыңдар деген. Сонда о кісілер 40-на тиіспеген. Көрмейсіздер ме? 40-на тиіспеген, дәті бар маған. Ал енді біз енді қазақ болғаннан кейін біздің дәстүрімізде қайтқан адам 40 күн о дүниелікте емес, осы дүниелікте емес, екі дүниенің ортасында болады. Сонда тірі адамдар қайтқан адамға қызмет етеді, қайтқан адам о дүниелік болуға, аруақ болуға дайындалады. Сонда ең бірінші рәсім істелінетін ол қонақ асы. Қонақ асы жерленер бұрын бір күн. Ертең күні жерлейді деген кезде бір күн бұрын қонақ асын беретін. Сонда қонақ асы дегеннің мәні, ол кісі осы бір күн емес, қайтқан күні кешке қонақ асын береді. Сонда оны былай дейді. Бұл кісі тұрғанда, бұл кісі осы күннің басын көрді дейді. Басын көрді. Осы күнде мүмкін бір жоспары бар еді, шақырған қонақтары бар еді. Сондықтан о кісінің атынан, сол кісінің міндетін орындап, қонақ асын береді. Енді кейбір адамдар ойлайды, қонақ келеді, алыстан қонақ келеді деп. Бірақ ол қонақ асы болған кезде қонақ асын береміз, сол асқа қонақ болып қайтқан кісі келеді.
сол кезде менің өсиетім орындалып жатыр ма, менің артымнан менің бүгінгі айтқан өзімнің уәдем бар еді, соны дұрыс орындап жатыр ма менің артымда қалған ұрпақтарым деп сол аста ол кісі де қатысады, ол кісінің рухы қатысады. Сонда келем деген бүгін қонағасы деп қана айтады. Сол бүгін келем дегені бар, арнайы сол кісінің соңғы дәмін татып кетем дегендер бар, үлгеріп келген адамдар бар, сол кісілер қонақ асынан дәм етеді. Енді ол кәдімгідей анау алыстан келген қонақтарға ас емес. Сосын барып екінші орындалатын ол кісіге тиісті енді жетісі дейді ғой. Енді жетісі дегенге мен мысалы өзім оны қаншалықты дұрыс емес екен білмеймін, бірақ көбіне сол жетісін бірден беріп жатады. Берді деген атын жасап жатады. Сонда мына бүгінгі күннің басын көрді ғой деп келтіреді ғой. Мына жетісінің басын көрді ғой, сол жетісінде, осы жетісі бойынша ол кісінің бір парыздары бар еді, осы жетісінде деп енді сол жетіге қаратады да, жетісіне келтіріп жетісін береді. Міне жеті бітті. Енді айға қарайды ғой, айдың жетісі. Осы ай қандай неде тұрады? Фазада тұрады. Сол ай куә дегенге келтіреді. Аймен қоштасу ма, енді солай деп келтіреді. Сосын барып, енді қырқын келтірген кезде, бұл енді былай, біздің мына дәстүріміз енді барлық түркі елдерге бірдей болған ғой. Біздің дәстүріміз кейін мынау жапондарға да кеткен, қытайларға да кеткен. Енді бізге тағы да қайталап айтамын, біреуден бірдеңке келіп жатқан жоқ, бізден кетіп бара берді. Өйткені қай отырықшы ел бізге мәдениетін алып келетін еді. Тек қана жаулаушы ел өзінің мәдениетін алып баратын. Сөйтіп қазақтардан сол дәстүрлер кеткен көрінеді. Сонда бір қызығы, біз енді ойлаймыз ғой, неге қырқы деп. Оның бір екі себебі бар. Бірінші себебі, бұрын енді мынау әртүрлі санақ болды ғой. Сонда жылда 9 ай болды деп есептейтін. Сондықтан 9 ай десек, 7 емес 9 болу керек беді деп ойлаймын содан. Ал енді қалай болса да бір айда 40 күн болатын. Сонда анау 5 қонақ деген бар ғой қазақта. Сол егер біз 9 ай деп есептесек, әр айда 40 күннен. Сонда ол 360 болады да, жағында 5 күн симай қалады. Сол 5 күнді 5 қонақ деп атап, сол анау жел үрлейтін кезге келтірген көрінеді. Енді ол бір несі, енді онда шындыққа жанасады. Өйткені мынау астрономиялық заңдармен үйлесіп тұр. Екінші тағы бір несі, версиясы, оны біз енді мына 6 айлық біздің түркілерден естіп жатырмыз. Олардың айтқаны былай. Мына айдың аптаның басын көрді ма, күннің басын көрді ма, сонда дейді, мына күн дейді, күн айналып тұрған күн дейді, өзінің бір күні болады күннің дейді. Күннің бір күні 40 күн деп айтайды. Сонда мен ойлаймын да, қазақтар оны қайдан білген, күннің өз несімен, осымен айналып тұратыны. Ол өте қызық. Бірақ сол күннің күніне келтіріп отыр, 40 күнді дейді. Енді біз қазір оны бүгінгі мүмкіндік бойынша есептесек, енді сол бұрынғы кездегі мүмкіндік бойынша ол мүмкін нақты емес шығар, бірақ сол 40 күнге келтірді ғой. Ал енді шынында тура бүгінгі амалдармен есептесек, ол енді 40 күн емес, бірақ қазақтар соны күн өзінің осын бір толық айналған кезде күннің бір күні болады дейді. Жердің бір күні болады дейді. Соңғы барып, жер дейді. Ана күнді бір толық айналған кезде бір жыл болады. Соның басын көрген үшін дейді. Соның басында дейді. Аруақтың мына мақсаты қалды, оны көрген дейді. Сол көрген күнімен қоштасады дейді. Сонда көрген күнімен қоштасады, көрген аптасымен, айдың мерзімі, мүмкін айдың сол 7 күнімен қоштасатын шығар, көрген күннің бір күнімен қоштасатын шығар, соңғы барып жердің бір толық бір жылмен қоштасады. Сонда бұл әрине өте ғажап. Енді бір жағынан бұрынғы ескі адамдар астрономияның керемет білген ғой. Сондықтан
ол енді шындыққа жанасады. Олар айға қарап мынау ғаламның мынау темірқазық арқылы айналып тұрғанын көрген біздің күн жүйесінің, соның барлығын біле тұра енді осындай жобалау мүмкін, өйткені жоққа шығара алмаймыз, бірақ бәрібір оның бір негізі бар ғой. Сөйтсек, оның шынымен ғылыми негізі бар екен. Сол қызық өте, әрине. Өйткені біз көшпенделміз, мына күнге, айға қарап, өзіміздің әр қимылымызды, ісімізді сол мерзімдерге лайықты жоспарлайтынбыз. Сол мерзім, сол күндерге, ғаламға қарай өзіміздің көшетін күніміз бар, көретін күніміз бар деген сияқты. Жайлауға қай кезде көшеді, қай кезде қыстауға қайтады деген сияқты. Бізде сол мынау осы күн жүйесінің ішінде көптеген жұлдыз болсақ, біз әрқайсымыз өзіміз сол Тәңірдің ұлы бір жұлдыз болып есептесіп отырдық. Күнмен есептестік, жұлдыздармен есептестік. Бүкіл мынау күн жүйесімен есептестік. Бүкіл мынау немен, ғаламмен есептесті біздің ата-бабаларымыз. Әрине, біздің қазіргі балаларға ол білім, оны қаншама мектепте оқытып жатса да, оны білетіндері бірең-сараң, оны біле ме, білмей ме, қажет пе деп білмейді соны. Енді мейлі енді. Бірақ сол дәстүр қалды. Ал енді біз айтып отырмыз ғой, қазақтың әруаққа тиісті салттары ол бірінші тірі адамға байланысты деп. Тірі адамға байланысты. Сонда қазақта адам батамен көгереді дейді, шөп сумен көгереді дейді. Туғаннан бастап баланы бата алуды үйретеді. Үлкендерге көмектесіп батаны береді. Үлкенге барып жақсылық істе, біреуге барып жақсылық істе, батасын береді дейді. Сонда анау сауап деген сөз сауабы болады дейді, нәтижесі болады. Сауабы болған кезде қандай да бір істесең, оның нәтижесі болады, сауабы болады. Енді өздеріңіз білесіздер, қазір исламда сауабы болады, неше түрлі бірдеңкелерді жасап жатады сауап үшін. Енді оны кім сол сауапқа жауапты екенін оны түсініксіз әрине. Сондықтан сауабы болады деген сөз, ол енді мынау үнді елінде карма деген сөздің бір тектес сөз болып келеді. Кішкентай бала, кішкентай кезінен біз өзіммен мысалы, біз үлкен кісіге барып амандасуымыз керек еді. Сол кезде үлкен кісіге амандасамыз, үлкен кісіге көмектесеміз. Енді өзім тауба, қазір осы жасымда мен сол қазақтың тәрбиесінің не риза болып жүрмін. Мен не істесем де үлкен кісі ретінде мені сыйлайды, мен қуанамын. Мысалы, Турция барған кезде бізге автобуста ешкім орын берген жоқ, метрода ешкім орын берген жоқ. Сосын бір кезде бір автобуста бір қыздар атып тұрып орын беріп жатыр да, соңғы мен ойладым, мүмкін түркі елінде осындай дәстүр бар шығар десем, балам деп енді сұрап жатырмын ғой, бірінші ағылшынша сөйлейміз, одан білесіз, сосын түркше сөйлейміз сөйтсем, біз Қазақстанбыз деп тұрған кезде, ой жаным-ау, өзіміз екенсің ғой дейсің. Тауба, осы біздің тектілігіміз, тәрбиелігімізден айналып кетесің. Сонда енді мына бата алудың көптеген амалдары бар. Мысалы, бір кісі ауырып қалса, ол кісінің көңілін сұрау керек. Батаның әр түрі мөлшері болады. Мына мөлшерде бата мынаншалықты бал жинаған сияқты ғой өмірде. Адам балаға мына тұмар байлайды ғой, бойына тұмарты байлайды да, соған айтады, сенің жақсы істеген істерің соның ішіне жинала береді дейді. Егер жамандық істесең, соның ішінен балдарың кеми береді дейді. Сосын барып үлкен болған кезде сол жақсылықтың нәтижесін көресің. Сондықтан сен балам өскенше сол жақсылықты жинай бер деп үйрететін бізге. Сонда анау апам менің көптеген қарт кісілерге барамыз біз. Сол кісілер ауыр халда жатыр деген естіген кезде сол кісілерге бару міндетті болады. Түсінесіз бе? Сол кісіге бару міндетті, өйткені үлкен кісінің, ауыр халда жатқан кісінің халын сұрау, көмек ету, ол өте үлкен сауап болады деп есептейтін. Сауап болғанда бізге сол батасы жиналады ғой. Батасы жиналады. Сонда мына қайтып бара жатқан кісі өлейін деп тұрған, өлім аузында тұрған адамның мына батасы, ол дегенің мынау басқа баталардан 1000 есе асып кетеді. Басқа батаның барлығы 1 балл болса, өлім аузындағы тұрған кісінің батасы 100 балл деп есептейтін. Сондықтан
өлім алдында тұрған кісі міндетті түрде бала шағасына бата айтып кететін. Өйткені ол біледі, қаншалықты ол мен соңғы айтқан сөзім менің, оны Тәңірдеген міндетті түрде орындайды деп, соңғы айтқан сөзінде өлер алдында айтатын сөзі бала шағасына, жақындарына бата болатын. Менің нағашы атам 95-ке келіп қайтыс болды. Сол кісі енді қайтыс болмайтын еді, қайратты, сондай жігерлі кісі еді. Енді құлап қалды да, аяғы сынып, ол кісі енді тынымсыз болғаннан кейін қозғалып, ана сынған сүйек бауырына кіріп кетеді. Көрмейсіз бе, қандай қиын жағдай. Енді бұл жерде ол кісіге көмек ету мүмкін емес, сондықтан бұл кісіге осы қайтқан күнге дейін морфий салып отырды. Морфий салып отырды, ол кісі төсек тартып жатты, прям докторлардың несі бойынша, кестесі бойынша морфий салып отырды. Ол кісі ауруды байқамады, бірақ 2 апта бойы өлетінін білді, қайтатынын білді. Сонда ол кісіге ағылған елді көрсеңіздер, қаншама 2 аптада барлық адамды таниды, барлық адамға батасын жаудырып жатыр. Сонда ол кісі өз міндетін біледі. Түсінесіз бе? Өлім алдында тұрған кісінің батасы 100 есе барлық батадан да артық. Сол кісіге көңіл айту, қайтқан адамның алдына бару деген қазақ үшін үлкен сауап болатын. Сол үшін енді ол бір жағынан енді қазір ойлап қарасаңыз, ол адамгершілікке жатады. Ол психологияға қарасаңыз, ол дегенің өте бір мейірімділікке жатады. Өте бір жақсы керемет дәстүр. Сонда атамыз есі дұрыс, бәрі есі дұрыс. Сонда өмірінде бір рет көрген менің қайнатамды, о, құда деп танып жатыр, көрмейсіз бе? Сонда деген біріншіден ол кісінің жадысы қандай керемет болған. Сонда өзінің несін біліп жатыр, міндетін біліп жатыр, көрмейсіз бе? Елдердің не үшін ағылып келіп жатыр? Өйткені ол кісімен біріншіден қоштасады, ол кісі жалғыз жатып өліп қалмайды. Ол кісілердің барлығына батасын жаудырып жатыр. Сонда өлер алдында айтатын соңғы сөзі ол балаларына айтатын бата еді. Соны мына біздің мұсылмандар қалима деп қайдағы біреуге бірдеңке деген сөзді айту керек, қалимаға келу керек дегенге айналдырып алды. Көптеген біздің дәстүрді бұрып айналдырып жатыр ғой. Сонда біздің дәстүріміз осылай еді. Тірілер қайтқандарға қызмет етеді, әруақтар тірілерге қызмет етеді. Ал енді осы қиын заманда біз жерлей алмай жатырмыз адамдарды, дұрыс да, рәсімдер дұрыс орындай алмай жатырмыз. Сондықтан біріншіден қазақтың мынау ұстанатын, ең басты ұстанатыны барлығы тірі үшін, тірі адам үшін. Түсінесіз бе? Сондықтан енді тасқан анау тас түскен жеріне ауыр дейді ғой енді. Қаншама басқа адамдар бата жинап келем деп десе де, қаншама қимай досын, көршісін, әріптесін қаншама қимаймын десе де, олардың жүгі соншалықты қиын емес. Жақындары қиналады, жақындары, баласы, жары, олар үшін өте бір орны толмас қаза болады. Сондықтан сол дәстүр бірінші сол жақындарына арналады. Жақындарына арналған кезде ол кісілердің жүйкесін ойлайды дәстүріміз, көрмейсіз бе? Адамды бір күнде өшіріп тастау мүмкін емес. Егер сіз басқа бір көрші подъезге көшіп кетсеңіз, мысалы, осы подъезде тұрдыңыз, келесі подъезге көшіп кеттіңіз. Сонда адам сол үйреністі шәттен көпке дейін кете алмай басқа подъезге кіріп кетіп жүреді. Ал енді тірі адам, бүгін тірі болған, ертең күні қайтып кеткен адамнан айырылып қалған адам қалай оны бірден лезде жоқ деп түсінеді, көне алмайды, өте қиын. Сондықтан күнде біресе оятайын деп ойланып қалады, біресе тағы бір істерді айтайын, мына бір нені сұрайын деп сондай бір ойлар келе береді. Адамның арасында қарым-қатынас көпке дейін қанмен жыртылады. Түсінесіздер ме? Жүрекпен жыртылады. Ол мүмкін емес, оны жыртуға болмайды. Түсінесіз бе? Оны жыртуға болмайды. Сол үшін де қазақтың ырымы сол өте ауыр күйде болған адамдардың жарасын жазу үшін арналған.
Сіз ол адамды өлді демеңіз, ол тірі, қасыңызда жүр. Күнде сол кісімен сөйлесе беріңіз ойыңызда, сол кісіге қызмет етіңіз, шелпегіңізді жасаңыз. 40 күні келген кезде өзіңіздің үйіңізде отырып, өз бетіңізбен, өзіңіздің күйіңіз үшін, жаныңыз үшін сол рәсімдерді жасаңыз. Енді басқа кісілер келді ма, келмеді ма, о кісілер өздері үшін келеді бірінші. Екінші, сіздің жүгіңізді жеңілдеткісі келеді. Сондықтан қазіргі заманда біз бәріміз адамбыз ғой, бірімізге қол ұшымызды бергіміз келеді. Оның бір мынандай бір амалы бар. WhatsApp-та отырасыздар, бәріктеріңіз WhatsApp-та отырасыздар ғой. Сол WhatsApp-тағы телефон нөміріне Каспий Голдты ашыңыз. Каспий Голдты ашыңыз да, Каспий WhatsApp арқылы осы күні 40 болады жақындарым деп таратып жіберіңіз. Енді білмеймін, енді жағдайға қарай осылай болып жатыр, сіздердің қасымызда деп сенемін деген сияқты сондай сөздерді енді бізбен бірге болыңыздар, мүмкін болғанша деген сияқты, енді кәдімгідей естірту, айту сияқты, кәдімгі өмірде сияқты сөйтіп айтыңыздар. Сосын енді бізде карантин ғой, кісілер келемайды. Бірақ міндетті түрде WhatsApp-қа өзінің үлесін, WhatsApp-тың нөмірі бойынша Каспий Голдқа өзінің мына 40-на келген кезде беретінін, жерлеуге келген кезде беретінін Каспий Голд арқылы берсін. Өйткені қайтқанның артында шығыны көп. Ол кісі қайтпай тұрып, енді өмірмен алпарысып жатқан кезде дәрі-дәрмек, неше түрлі шығынға қатты батты ғой. Сонда сіз егер Каспий Голдқа сол көмекті, сол Каспий Голдқа ақша салған кезде астына жазып жіберуге болады. Мына кісінің, марқұмның арты қайырлы болсын, азды болса көптей көр, біздер көңіл айтамыз, осының үлесім деп санағың, сондай бір жақсы сөзді жазып жіберуге болады. Каспий Голд арқылы салған ақшаңызға астында бір кішкентай ғана хабарлама жазуға болады. Сол арқылы оны жіберген адамда жаны күйі жеңілдейді, алған адамның да жаны жеңілдейді. Сонда міндетті түрде оның барлығын бір неге жинау қажет емес. Ол енді жинай алмадым, бере алмадым емес. Сіз үшін бәрі істеледі, сіз үшін. Түсінесіз бе? Сол сіз үшін істелетін істі сол тойханаға бармай-ақ, сол бір неге бармай-ақ осы Каспий Голд арқылы істеуге болады. Түсіндіңіз бе? Сонда сіз біз енді қандай жерге барсақ та бір жазып отыратын адамдар болады ғой, мынауынан ақша келді, мынауынан ақша келді деп. Сол ақшаны кейін ұрпақтар енді есебі болады деген ой ғой. Енді біз енді оны кімге қанша апардық, жазды ма жазбады ма деп ойламаймыз. Бірақ мына Каспий Голд арқылы жіберген ақша бір түрде тарих болып жазылып тұрады. Сол кезде қатты қиналғанда өзің көресің, артынан жеңілдеген кезде, мынау бір Мариям тәтемнің жаны сондай еді, мына кісінің осындай қол ұшын беріп еді, мына кісі, мына бір тағы да бір Таня деген әпкем, немесе мынандай бір ағам бар еді, Арман деген, осындай үлес қосып мені қолдап еді деп өзіңіздің көңіліңізді жұбатасыз. Өзіңіздің жалғыз емес екеніңізді сезінесіз. Сонда сол елмен бірге жараңызды бүйтіп жазып, таратып, соны сіз өзіңізге ырым қылып, жағынан сол сауап қылып, сөйтіп, осы күндері солай істеу керек. Басқаша амал жоқ, біріншіден, екіншіден, енді бұл жаман айтпай жақсы жоқ дейді ғой, сол айтқандай. Қазір қазақтарым сол амалға көшейік. Міндетті түрде өлімге барып, жерлеуге қайтыспай, қатыстым деп жаныңнан айтқан сөзіңді жаз, беретініңді сол Каспий Голд арқылы салып жібер. Ал енді 40-қа өткеннен кейін әрине қонағасы деп біз енді тек қана қарым-қатынас қой енді. Бүгін қонағасы еді, кім келем деп еді, келмейм деп еді деп, сөз керек. Сөзбен шер шығады, сөзбен қарым-қатынас орнайды. Сол сөзді әруақ естиді. Керек болса оқиды. Түсінесіз бе? Адамға басқа адамнан жылы лебізі, жылы сөзі ғана керек. Сондықтан сол сөзді
қадірлеп, құрметтеп, жандарыңыздан жазып, аямаңыздар бір-бірлеріңізге. Көмек етіңіздер. Осы мынау қабырғалар қайысып жатқан кісілерге осы жаралары жазу үшін көмек етіңіздер. Ал енді 40-ын өткізгеннен кейін жылында енді мына коронавирусты күтесіз ғой енді. Кете ма, кетпей ма деген сияқты. Енді сізге бірден жылды өткіз деп ешкім сізді асықтырып тұрған жоқ. Оны осы коронавирус, егер сіз оны бұрын өткізіп қойсаңыз, ойбай, мына коронавирусты пайдаланғандай боласыз. Мүмкін болғанша соңына дейін, бір жылға дейін күтіңіз. Егер бір жыл кезде бәрі дұрыс болса, сол кезде өткізесіз. Егер сол кезде қайтадан осындай қиын жағдай болып қалса, осы күні жылы болу керек еді, осылай болып еді деп WhatsApp арқылы хабар жазыңыз. Сосын барып, бүгінгі біздің бір-бірімізге жылуымызды көрсете алмай қалған жағдайда Zoom деген құрал бар. Zoom-ның ішіне 100 адам жинауға болады кем дегенде. Оның бір айлық төлемі өте аздау. Егер тегін істеймін десеңіздер, там 40 минут бір-бірімізбен жүздесіп, сөйлесіп, бір-бірімізге жылы сезімдеріңізді білдіруге болады. Енді заман солай болып тұр. Енді оның дұрыс қазақтың несіне дұрыс қолданайық. Тек қана мына исламның жолына жол бермеңіздер сөздеріне. Ойбай, о дүниеге ләйлім анау хор қыздар үшін кетіп қалды, шынайы өмірге кетіп қалды, шынайы өмірге кетіп қалған жоқ. Біз аруақтарымызды осы өмірден жібермейміз. Олар осы өмір үшін аруақ болады. Біз олардың ізін бағатын адам боламыз. Сол арқылы жеті атамызды тұтамыз. Сол арқылы біз қазақтың дәстүрін, мынау ойлап қарасаңыз, біз әр қазақ бір не сияқты әлгі бір. Енді біз көшпенделі болғаннан кейін біздің дәстүріміз солай ғой. Ал енді мына европалық елдерге қарасаңыздар, дворянство дейді. Родовое, у него родовое древо очень глубокое деген сияқты сөздер бар да. Соның бұтағында кім атасы, кім баласы, древнего дворянского рода деп жатады. Сонда анау родовое дерево тек қана дворяндарда болған, графтарда болған, мына батыста, орыстарда, басқа елде. А бізде әр адамның өзіміздің родовой деревомыз бар. Біз қаншалықты құрметті адамбыз. Көрмейсіздер ме? Біздің ата-бабаларымыз соны әр адам үшін сақтап отырған. Біздің мынау родовой деревомызға бостан-бос ешкім кіріп кете алмайды. Бостан-бос сол дворянский атақты сатып ала алмайды. Ал енді дворянский атақтарды сатып алып жатты, ойбай, граф титулын тағып жатты, ол дегенің енді древний дворянский род болып жатты, өтіріктен өтірік. Көрмейсіздер ме? Біз өте ерекше халықпыз. Соны бағалай білейік, соны құрметтей білейік. Сол біздің қазақшылығымыз, сол біздің тәңіршілігіміз. Аман болыңыздар. Тағы да көңіл айтам, адамдар аман болса екен, осы індеттен аман есен құтылса екен, шықса екен, қазақ болып, осы сыннан қазақшылығымызды жандандырып, үлкен биік бір сатыға көтерілейік. Аман болыңыздар. Кешіріңіздер тағы да сөзімді. Енді мен асығып жазып отырмын, өйткені күн елдердің мен уақытым болған кезде жазам, жағдай болған кезде жазам деген көп нәрсе бар қалып жатқан. Бірақ бүгін айтатын сөздерімді қалып кеше айту керек еді деп өзімді тағы да кеше де қажыдым. Енді бүгін айтып отырмын. Аман болыңыздар.